Ақмола облысында көктемгі егіс басталды. Биыл Ақмола облысына республикалық бюджеттен көктемгі дала жұмыстарына 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Өңір диқандары егістік алқаптарының 70%-на дейін ылғалды сақтау технологиясын пайдаланбақ. Осы өңірдегі тілшіміз Меруерт Палмаханованың бейнематериалы. Ақмола облысында бүгінде көктемгі дала егіс жұмыстары басталды. Биыл аймақ диқандары 4 миллион 300 мың гектар алқапқа дәнді дақыл егуді жоспарлап отыр. Ауыл шаруашылығы мамандарының айтуынша, бұл өткен жылмен салыстырғанда 200 мың гектарға артық. Шаруалар егістік алқаптың 4 миллион 300 мың гектарына бидайдың мейлінше ең жоғары сортын егуді жоспарлап отыр. Ал майлы дақылдар 140 мың гектар жерге себілмек. Бұл былтырмен салыстырғанда 7 мың гектарға артық. Сондай-ақ 18 мың гектарға картоп, 4 мың гектарға түрлі көкөніс өсіру жоспарланып отыр. Жаңармай бүгінгі күнде шаруашылықтарға 62 мың тонна әкеліп жеткізілді. Потребность бойынша бізге 76 мың тонна керек. Бүгінгі күнде тұқым қоры 221 мың тонна шаруашылықтарда полном объеме бар, жеткілікті. Облыста ауыл шаруашылығы техникасының 40% жаңартылған. Бүгінде егістік алқаптың 70%-на ылғалды сақтау технологиясы қолданылуда. Мы в этом году Биыл біз 14 мың гектарға дәнді дақыл егуді жоспарлап отырмыз. Соның барлығына алғашқы рет ылғалды сақтау технологиясын қолданбақпыз. Лизингпен жаңа техника сатып алынды. Атап айтқым келеді, көктемгі дала жұмыстарына үкімет тарапынан жақсы қолдау болды. Мы в этом году приобрели 32 тонны. Минерал тыңайтқыштарды субсидиямен 32 тонна алдық. 4500 гектар алқапқа бидай тұқымын. Одан кейін майлы дақылдарды 673 гектарға егуді бастадық. Жанар жағармай қоры да жеткілікті. Аймақ диқандары қажетті дизель отынын жеңілдетілген бағамен, яғни 69 теңгеден сатып алуда. 8 мың тонна минералды тыңайтқыштар жеткізілген. Ауа райы қолайлы болса, егісті 30 мамырға дейін аяқтаймыз дейді диқандар. Меруерт Палмаханова, Евгений Шинкаренко, Хабар, Ақмола облысынан. Оңтүстік Қазақстан облысындағы жылы жайлардан биылғы науқанның соңғы өнімдері жиналып жатыр. Ал жаздағы жаппай көкөніс пісетін уақытқа дейінгі аралықта сұранысты қанағаттандыру үшін Сарыағаш ауданында өнімді ерте пісіретін әдіс қолданылуда. Әбдез Рахманнан әңгімелейді. Жеремі өскен оңтүстіктің диқандары нарықтың талаптарын жақсы меңгерген. Қыс мезгілінде көкөніске деген сұранысты қанағаттандыру үшін Сарыағаш ауданында 106 гектар жерге жылыжай салған. Биылдың өзінде 14 гектар алқапта жылыжай бой көтерді. Тағы да салынып жатқандары бар. Рахматулла Тұрғынбаев 43 соттық жерден алғашқы өнімін жинай бастапты. Шаруашылықтың аяғынан тұрып кетуіне үкімет субсидия бөлмек. 550 мыңдай шығады. Кеше есептеп келдік. Ол да болса жәрдем үкімет жағынан. Дәрісін аламыз, жаңағы жұмысшыларға ақша төлеміз. Помидордың алғашқы несін сатқанша жәрдем болып тұрады. Сарыағаш ауданында жылыжай шаруашылығын дамыту үшін 2015 жылға дейін есептелген бағдарлама түзілген. Диқандарға үкімет тарапынан берілетін қаржылай көмек, көкөніс өсіру әдістері үйретіледі. Үлкен шаруашылықтардан басқа тұрғындар үйіргелік учаскелеріне де жылыжай салуда. Общий жеріміз 12 гектар, соның 5 гектарына қазір біз далаға қауын мен арбуз еккенбіз. Бізде жазда да өнім бар. Қыста осы помидор, огурцы алатын болсақ, жазда қауын, дарбыз өнімдерін жетістіріп жатырмыз. Жылыжайдағы өнім жинап алынған соң ерте пісетін көкөніс саудаға шығарылады. Ондай өнімді пленкасында ерте көктемде егеді. Сонда сұранысты жылы 12 ай қамтамасыз етуге болады. Аудан әкімдігі бұл екі аралықта баға шарықтап кетпеу үшін шаруашылықтың кезекпен көшет отырғызуын үйлестіріп отырады. Бағаны ұстап тұрақтандыру мәселесінде қазіргі біраз іс-шаралар жасап жатырмыз. Қоймаларды дайындап жатырмыз. Мына біраз ертегі картошкаларды сол қоймаларда сақтап, келешекте күзгі мен ертенің арасындағы кезеңде бағаны тұрақтандыру мәселесінде базарға шығарып, сол орташа бағалармен сату мәселесін қарастырып жатырмыз. Өткен жылы сарыағаштықтарға жылыжайды дамыту үшін үкімет 107 миллион теңге субсидия берген. Шаруалар биыл оның көлемін 180 миллион теңгедей болады деп болжап отыр. Бұл азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, бағаны тұрақтандыруға сеп болмақ. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, Хабар, Оңтүстік Қазақстаннан. Нұр Отан партиясы үздік қоғамдық қабылдау бөлімшелерін анықтады. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған байқауға партияның барлық 257 қоғамдық қабылдау бөлімшелері қатысты. Жеңімпаздар арнайы дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды.
Қоғамдық қабылдау бөлмелеріне былтырдың өзінде 78 мыңнан астам өтініш түсіпті. Алдыңғы жылдармен салыстырғанда Нұр Отанға мыңын артып келушілердің саны айтарлықтай өскен. Байқау жеңімпаздары хаттары сапалы әрі уақытылы қарау, қоғамдық қабылдау бөлмелерін жетілдіру, мемлекеттік ұйымдармен бірлескен жұмыс нәтижелерін сараптау кезінде анықталды. Бұл қоғамдық қабылдау бөлмелерінің лайықты марапаты. Және де еліміздің басшысы, партиямыздың көшбасшысы Назарбаевтың азаматтардың проблемаларын реттеу жүйесін тиімді жолға қою тапсырмасын осындай орындау жолындағы жетістіктеріміздің айқын көрінісі. Сайыстың қорытындысына сәйкес бас жүлде Нұр Отанның Астана қалалық филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесіне бұйырды. Бірінші орынды Павлодар облыстық, екінші орынды Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалы иеленсе, Қостанай облысы үшінші орыннан табылды. 100-ден жүйріктер арнайы дипломдармен марапатталды. Қазіргі таңдағы бұл байқаудың жылма-жыл өтіп тұрса, нұр үстіне нұр болар еді. Біз алдағы уақытта да елдің, халықтың әлеуметтік және де түрлі мәселедегі арыз шағымдарын шешу мәселесінде оңды бастамаларды шешім табуға ықпал етеміз. Осы байқау бізге көп ізденістер, тәжірибе алып келіп отырып, біз соңғы кезеңде жаңаға көшпелі қабылдау, жол үстіне қабылдау сияқты акция өткізіп, соның арқасында көтеріліске жеттік. Үздік қоғамдық қабылдау бөлмелерінің байқауы жыл сайын өтіп тұрады деп атап өтті партия төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматуллин. Ал биылғы байқау ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына орайластырылды. Мұхтар Ыбырайым, Махмұт Сауырбай, Хабар, Астана. Оңтүстік Қазақстан облысында ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған тәуелсіздік мерейім деп аталған ауданаралық өнер фестивалі басталды. Әр аптаның жұма, сенбі күндері аудандардан келген өнерпаздар Шымкенттегі Шәмші әлемі гүлзарында өнер сайысына түседі. Фестиваль 1 шілдеге дейін өтетін болады. Апта сайын екі ауданның өнерпаздары жетістіктерін көрсетеді. Алғашқылардың бірі болып сахнаға Бәйдібек ауданының әнші, жыршы, бишілері шықты. Мұхтар Әуезов осы ауданға жол түскен бір сапарында Шаянға барсаң әншімін деме, Созаққа барсаң күйшімін деме деп айтқан екен. Әншілермен аты шыққан ауданның өнерпаздары әуелетіп ән салып, мың бұралып би билеп, көрермендерді бір серпілтіп тастады. Барлығы да өнерге құштар жастар. Ал Гүлзардың орталығында Бәйдібек ауданының қолөнер шеберлері мен суретшілерінің көрмесі ұйымдастырылды. Осындай фестиваль өткізу арқылы жастардың бойында өнерге деген құрмет, ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрып ұғымдарын дәріптеу сезімін тудыра аламыз дейді ұйымдастырушылар. Фестивальдің қорытындысы бойынша өнерпазды аудан анықталып, күміс көмей әншілер марапатталатын болады. Ауылдан шыққан қазіргі жастар келешек біздің Әлібек меншігіміз, Роза Рымбаева сияқты әншілердің жолын қуатын қазақтың бір өнер жұлдыздары болатынына мен сенімдімін. Барлық салада шаруашылықтың үлкен ілгерілеушілік бар. Мәдениетте, спортта, әлеуметтік салада халықтың көңіл күйі жақсы, халық қазір тоқ. Енді осының бәрі біздің тәуелсіздігіміз жемісі деп ойлаймын. Шыңай музыка мен классикалық биге жаны құмарлардың дәстүрлі 3-ші қайырымдылық балы өтті. Игі шара қатысу үшін италиялық Робертино Лоретти, ресейлік Игорь Григорьев және Алекс Луна сынды әншілер мен әлемге танымал драмалық сопраналар келді. Бұл жолы қайырымдылық үшін жиналған қаражат өткен жылғыдан 2 есе артқан. Сонымен ең үлкен, ең жұлдызды, сондай-ақ көктемнің ең айтулы оқиғасынан Эльвира Тағайқызының репортажы. Қосақ-құдай қалықтаған жұптар салтанатты кешті әдеттегідей Штраустың полонезімен бастады. Әсем әуен ырғағымен қалықтай жүзген бишілерге көрермен қызыға да қызғана да қарағандай. Классикалық жанрдағы би түрін игеріп, қонақтар алдында өнер көрсетуге биыл 60 жұп іріктелген. Жыл сайын бал аясының кеңейіп, әсіресе жастардың айтарлықтай қызығып отырғаны көңіл қуантады дейді ұйымдастырушылар. Бұндай мерекелер адамның рухани және эстетикалық сезімін арттырады. Мерекелер. Осындай балдар, осындай қандай әдемі. Қараңызшы енді. Салтанатты шараның басты мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандарға қол ұшын беру. Биыл жиналған қаражат, ал ол 7,5 миллион теңге Шығыс Қазақстандағы бүлдіршіндерге бөлінбек. Бұл өткен жылғы сомадан 2 есе артық. Көптеген жұмыстар атқарылды, жиналған қаражат та ойдағыдай. Қонақтарымызға түрлі бағдарламалар дайындадық, бәрі де игі іс үшін. Кеште
Кеште атақты дирижерлер Мариус Стравинский мен Вак Папианның жетекшілігімен еліміздің симфониялық оркестрі ойнады. Сахнада әлемге танымал драмалық сопраналар мен италиялық әнші Робертино Лоретти, ресейлік Игорь Григорьев ән салды. Залды ертегі әлеміне айналдыруға орыс империялық балетінің жетекшісі, кештің жылдағы жүргізушісі Гедемина Саранда мен киноактриса Қарлығаш Мұхамеджанованың еңбегі ерекше. Көптеген қайырымдылық кештерге қатыстым, бірақ мұндағы кештің әсері ерекше. Алғаш рет кеш талаптарына сай киініп тұрмын. Өзімнің нағыз балда жүргенімді сезіндім. Қайырымдылық ешқашанда көптік етпейді дейді ұйымдастырушылар. Сондықтан да бұл бал енді көктемгі және күзгі болып жылына 2 рет өткізілмекші. Көктемгі Алматыда өтетін болса, күзгі бал елордамыз Астанада өтетін болады. Оған дайындық қазірден басталып кетті. Вера Тағайқызы, Мерекелі Омаров, Хабар агенттігі, Алматыдан. Хабар көрермендері үшін қуанышты жаңалық. Бүгін біздің арнада тағы бір телетоптаманың премьерасы болады. Әйгілі түрік актрисасы Айдан Шенер басты рөлде ойнаған Қуғындағы өмір атты телесериалдың алғашқы сериясын орыс тіліндегі жаңалықтардан кейін көре аласыздар. Бас кейіпкердің арманы мен алданған үміті, жалғыздығы, кішкентай ұлына деген аналық махаббаты, жан тебірентерлік, шытырман оқиғалар арқау болған осынау хикая көрермендерімізді бейжай қалдырмайтынына сенімдіміз. Германияның Дюссельдорф қаласында теннистен ерлер арасында командалық бейресми әлем чемпионаты басталды. Спорт жаңалықтарымен Қанат Базылхан таныстырады. Қанат, біздің құрамадағы теннисші жігіттердің аяғы алыс қалай?